Астана қаласының сол жағалауында елбасымыздың резиденциясы Ақорданың дәл жанында орналасқан Қазақстан орталық концерт залы. Бүгінгі біздің саяхатымыз дәл осы таңғажайып ғимаратта болмақ. Кеттік! Қазақстан орталық концерт залы алдыңғы қатарлы технологиялармен жабдықталған ірі мәдени кешен. Концерттік залды 2009 жылы 16 желтоқсанда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы салтанатты түрде ашқан болатын. Достар, Қазақстан орталық концерт залының кіреберісінің әсемділігін айтып жеткізетін сөзім жоқ кәдімгідей. Қалай айтсам екен сіздерге? Айттым ғой, сөзім жоқ кәдімгідей. Өте әдемі. Пьяца фойесі мынандай бөліктерден тұрады. 3 панорамды лифт, 4500 орын саны бар 2 гардероб, техниканың соңғы үлгілерімен жабдықталған 200 орынға арналған конференц-зал, 250 орынға арналған камералық зал, банкеттер, фуршеттер, тағы да басқа салтанатты іс-шараларды өткізуге арналған банкет залы, қоғамдық тамақтану орындары, ресторан, кафетерий. Жалпы Пьяца фойе қонақтар үшін ең үздік жағдайлар жасалған тамаша демалыс орны. Қазақ концерт қазақтың ұлттық бренді, республикамыздың мәдениет саласындағы көне ұжымдарының бірі. Ең алғаш 1960 жылы Алматыда мемлекеттік гастрольді концерт бірлестігі болып құрылған. Бұл жерде аты аңызға айналған әншілер мен өнер ұжымдары жарасымды жұмыс істеді. Бірегей теңдесі жоқ кешенді құру идеясын мемлекет басшысы ұсынған болатын. 2016 жылдан бастап Қазақстан орталық концерт залында ең ірі концерттік ұйым Қазақ концерт еңбек етіп келеді. Ғимаратта 3500 орынға арналған ерекше үлкен залы бар. Бұл залда трансформер деп те атайды. Бұл киноға түсетін зал емес. Трансформер деп аталу себебі арнайы перделер арқылы визуалды түрде кішірей алады. Зал 4 секторға бөлінген. Партер 488 орын, белетаж 543 орын, балкон 1804 орын, галерея 396 орын. Арнайы перде залдың жоғарғы деңгейі галереяны, сонымен қатар 3-ші деңгей балконның бірнеше секторын бөліп тастайды. Осылайша
3500 орынға арналған зал оңайлықпен 2000 орындық залға айнала алады. Айтпақшы, естеріңізге сала кетейік, құрметті көрермендер, бұйыртса 14 желтоқсан күні Астана қаласында Қазақстан орталық концерт залында дәл осы жерде республикалық жайдарман ойындарының ақтық мәресі финал 2018 өтетін болады. Міндетті түрде келіңіздер, сіздерді шақырамыз. Дәл мен тұрған сахнада көптеген өнер иелері өзінің өнерімен халықтың қошеметіне бөленген. Құрметті достар, дәл қазір біз Қазақстан орталық концерт залының ішінде орналасқан Қазақ концерттің астындағы Астана мюзикл театрының дайындығындамыз. Бұл арнайы репетиция жасайтын залдамыз. Қазір Франциядан келген арнайы жаттықтырушымен дайындық жүріп жатыр. Қараңыздаршы, өте әдемі, жанды дауыста. Бұл жерде аты аңызға айналған әншілер мен өнер ұжымдары жарасымды жұмыс істеді. Жамал Омарова, Роза Бағланова, Жүсіпбек Елебеков, Шара Жиенқұлова, Роза Рымбаева, Дос Мұқасан, Бал Браун сынды тыңдармандардың ыстық ықыласына бөленген таланттар. Бүгінгі өнер ұжымының құрамында көрермен көзайымына айналып үлгерген жас әншілер Азамат Жылтыркөзов, Әлшер Каримов, Димаш Құдайбергенов, Нұрболат Абдуллин сияқты халықаралық байқаулардың лауреаттары да бар. Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымының солисі Асқар Мұқият дәл қазір дайындық үстінде. Көрейік, не істеп жатыр. Құрметті достар, дәл қазір біз Асқар мырзадан бір-екі сұхбат алсақ, рұқсат болса, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, ойдағыдай. Қандай концертке дайындалып жатсыз? Енді алдымызда үлкен мерекелер келе жатыр. 16 желтоқсан қазағымыздың бір айтулы мерекесі, ерекше күні бұл. Сондай үлкен концерттерге дайындалып жатқан. Қанша уақыттан бері жұмыс жасайсыз Қазақ концертте? Бұл Қазақ концертте бұйыртса міне 2 жылға аяқ басып келе жатыр. 2 жыл болды, 1 жылдан асты. Қай жақта оқыдыңыз жалпы? Осы Астана қаласында Қазақ ұлттық өнер университетінде. Шабытта оқыдыңыз, тамаша. Енді өзіңіздің болған ең үлкен іс-шаралар, концерттер жайлы айтып өтсеңіз. Енді осы елімізде, осы Қазақстан Республикасында үлкен концерттерде болып жүрмін. Енді бұл енді өз елімізде ғой. Енді біз үшін осы қазақ өнеріндегі ең бір үлкен жетістік ол шет елде, Европада. Европаның өтірік айтпасам жартысынан көбін аралап болдық. Америкада болдық, Нью-Йоркта, Вашингтонда. Тамаша. Өз өнеріңіздің арқасында әлемнің біраз жерін аралап кеттіңіз. Аллаға шүкір, Алланың пейілі және өзіміздің еңбек дайындығымыз деп білемін. Тамаша. Енді рұқсат болса біздің көрермендерімізге бұл Астананы жағалайық жобасы, біздің көрермендерге жалпы қазақ өнерін бағалаушы жандардың барлығына бір ән орындап берсеңіз. Кішігірім. Бір шумақ болса. Мен жаңа ғана осы Естай атамыздың 150 жылдығы болып жатыр биыл. Түркияда аталып өтіледі. Соған осы Естай атамыздың қордан әнін дайындап отыр еді. Содан бір шумақ. Үзінді болса, Қыз бар маралдыда, хорлау қая
Тамаша, браво. Көп рахмет сізге. Өнеріңіз өрлей берсін дейміз. Құдай қаласа. Қазақ өнерін бүкіл әлемге танытатындай өнер иесі болсын деп тілеймін сізге. Көп рахмет. Көріскенше. Бұл Астананың жағалайық жобасы. Әрмен қарай жалғастырамыз, кеттік. Қазақстан орталық концерт залы елорда төріндегі ең үлкен залдардың бірі. Бұл жерде Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымы жұмыс атқарады. Яғни бұл жерде біз әртүрлі іс-шараларды өткіземіз, концертті өткіземіз, брифингтер, әртүрлі іс-шаралар өтеді. Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымында бірнеше ұжымдар бар. Олар Астана сазы этно-фольклорлық оркестрі, Астана мюзикл театры, эстрадалық солистеріміз бар, Форто трио, мемлекеттік триосы бар, көптеген солистеріміз қызмет атқарады. Бұл залда бұйырса осы желтоқсан айында өте көп іс-шаралар өтеді. 18-24 желтоқсан аралығында атақты әйгілі француздық Нотр-Дам де Пари мюзиклінің премьерасы өтеді. Барлықтарыңызды күтеміз, келіңіздер. Құрметті көрермендер, қазір менің жанымда Астана мюзикл театрының сауда сымбатты өнер иесі, мүшесі Ләйла. Қалайсың, көңіл күйің қалай? Өте тамаша, Не қош істеп жатсың? келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Не істеп жатсың? Өте қызу дайындық үстіндеміз. Жаңа дайындықта сен көрген жоқпын, бірақ. Дайындықта мен сыртта қазір. Не болып жатыр қазір? Қандай концертке дайындалып жатырсың? Қазір Нотр-Дам, сонымен қатар 9 желтоқсан күні, және 11 желтоқсан күні болатын Жырлайды жүрек атты поэзиялық кешке дайындық үстіндеміз. Қай күні болады? 11 желтоқсан. Осы жерде, иә? Келіңіздер, құрметті көрермендер. Бұл Астана мюзикл театрының кез келген қойылымы өте жоғары дәрежеде болады. Мен өз басым көргем, әсері мүлдем бөлек, басқаша. Реклама. Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымы жанынан ашылған Астана мюзикл мемлекеттік театры дүниежүзілік Францияда өткен Авиньон қаласындағы Авиньон фестиваліне қатысты. Бұл тарихтағы өте асынсыз деп айтатын нәрсе деп. Өте қызу дайындықтамыз, халыққа үлкен керемет не сыйлаймыз деген ойдамыз. Міндетті түрде келіңіздер. Енді бір сұрақ жаңа айтып өтіп отырсың. Француздармен жұмыс жасап жатырмыз деп, қалай болып жатыр? Қиын емес пе енді французша сөйлеп өзара қалай тіл табысып жатсыңдар? Аудармашы арқылы. Әрине, бірақ үйрендің бе бір-екі сөз? Әрине. Қандай сөз? Bonjour, pardon, monsieur. Merci beaucoup. Менің есімім Шынбыз. Ұқсай ма? Ұқсайды. Жақсы. Енді алдағы жоспарлар басқа, немесе биылғы өткен шетелге барған гастрольдерің туралы айтып берсең. Бізде айтулы оқиға болды осы жазда. Дүниежүзілік Францияда өткен Авиньон фестиваліне Астана мюзикл театры қатысты. Бұл деп айтатынымыз Қазақстан тарихында айтулы оқиға деп білемін. Себебі 1000-нан астам дүниежүзілік театрлар келді. Солармен бірге Авиньон қаласында өз өнерімізді көрсетіп, халық назарына қазақ халқының Қыз жібек мюзиклін ұсындық. Халық қалай қабылдады? Шыны керек, бізге ол жан-жақтан жиналған туристар, бір қалада 1000-нан астам театр өзіңіз елестетіңіз. Парадтар жүріп жатыр, қалалық толы. Сонда келген туристардың барлығы өздерінің қалаған театрына барып, билет сатып алып, қарауға барады. Яғни таңдау көп, театр көп, жанр көп. Біз ең көп көрермен жинаған театрлардың біріміз. Соны атап айтқым келеді ерекше. Өте тамаша. Құттықтаймын. Үлкен жеңіс деп ойлаймын. Әрине. Біз өте қуанышты болдық. Халықтың ықыласына, олардың келіп білдірген тілектері, өздерінің жылы лебіздері бізді әрі қарай шабыттандыра түсті. Шынымен де шабыттанып, өте керемет сезіммен келдік. Тамаша. Енді біз осы Астана жағалайық жобасының атынан сіздердің театрларыңызға үлкен шығармашылық табыс тілейміз, сәттілік бұйыртса, одан да үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Осындай жоба ТМД елдерінің шеңберінде бұрын соңды болған жоқ. Және бұл Қазақстан Республикасының
ең маңызды архитектуралық құрылыстардың бірі болып табылады. Бұл Астананы жағалайық жобасы. Сіздермен бірге болған мен Шыңғыс Қожабек. Бізден бірге болыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.